елбасымыздың кітапханасына өзім келгеніме осы жақта аяқ басқаныма өте қуаныштымын. Бұл жердегі ең бір қатты ұнаған кітаптар, өте көне кітаптар. Фердаусидің кітабын көрдім, өте қатты ұнады, және де сыйлықтар Олжас Сүлейменов ағаларымыздан берілген сыйлықтар және алыс жақын шетелдердің бәрінен келген кітаптар елбасымызға сыйлыққа берілді. Өте қуаныштымыз. Бүкіл әлем қазақпен санасады, көрсетейік о жастар тамашаны. Кәсіпкерлік асқарын бағындырар, біз жастармыз, Қазақстан болашағы деп аяқтағым келеді сөзді. Сегодня, благодаря организации «Шаг», которую нам организовал «Слет» 4-й, мы первый раз посетили музей, точнее, это не музей, а библиотека первого президента. Получается, красивое здание, внутри столько интересных экспонатов собрано, то есть личные вещи нашего президента, его письма, подарки других глав государств. Нам очень понравилось, и я думаю, что каждому студенту, который обучается за рубежом, побывать в данной библиотеке огромная честь, так как мы можем это все посмотреть и почитать, может, что-то интересное. Можем об этом популяризировать за рубежом, рассказать, что в Астане, в нашей столице, открыта такая библиотека, где собраны самые интересные материалы и самые интересные научные материалы, где каждый желающий может ознакомиться. Президентіміздің көптеген кісілерден алғыс алғанын байқауға болады. Және де президентіміздің көп оқығандығын да, жан-жақтылығын байқауға болады. Сол үшін мен осы 4-ші слетті болашақтың ұйымдастырып жатқанына көп рахметімді айтамын.